Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Қызықты әңгіме каналына тіркеліп, лайк, комментарий қалдыра отырыңыздар. Күйеуімді пойызға шығарып салған күні жүрегім біртүрлі мазасыз болды. 3 айға созылған іссапар. Тез ораламын, деді ол қоштасарда. Мен жымиып басымды изедім. Бірақ ішімде бір бос кеңістік пайда болғандай еді. Үй тым-тыныш боп қалды. Түндер ұзақ, ойлар ауыр еді. Ал сол үйде біз екеуміз ғана емес едік. Қайныным, күйеуімнің туған бауыры. Алғашында бәрі қарапайым еді. Үйге көмектесу, жөндеу жұмыстары, жалғызсырап қалма деген жанашыр сөздер. Бірақ күндер өткеннен кейін сол жанашырлықтың ішінде өзім де байқамаған бір шекара көмескілене бастағанын сездім. Бір кеште ол маған қарап тұрып, «Апа, сіз қатты шаршаған сияқтысыз», деді. Сол сәтте мен түсіндім, бұл жай ғана шаршау емес еді. Бұл бір ғана қателікке апаратын үнсіздік болатын. Ал мен сол үнсіздікті дер кезінде бұза алдым ба? Күйеуім кеткеннен кейін үйдің іші бұрынғыдай емес еді. Сағаттың тықылы да қатты естілетін болды. Түнде жалғыз оянып, төбеге қарап ұзақ жататынмын. Мен оны шын сүйетінмін. Сондықтан да бұл 3 айлық айырылысу мен үшін оңай болған жоқ. Ал сол кезде үйге жиі келетін бір адам бар еді. Күйеуімнің туған інісі, қайным. «Ағам жоқта сізге көмектесейін деп келдім», дейді ол. Алғашында қуандым. Жалғыз әйелге тірек керек қой. Күндер өте берді. Ол үйдің шаруасына араласты. Су әкелді, жарықты жөндеді, ауыр заттарды көтерді. Мен алғыс айттым, тек алғыс. Бірақ кейде оның көзқарасы ұзақтау, тоқтап қалатын байқайтынмын. Өзімді ыңғайсыз сезінетінмін. Өзіме көп нәрсе ойлап жүрмін бе деп өзімді жұбаттым. Себебі ол қайным еді, ал мен үйленген әйел. Бір кеште жарық өшіп қалды. Біз екеуміз ғана едік. Телефон жарығымен шай ішіп отырдық. Үнсіздік тағы да ұзарып кетті. Сол кезде ол жай ғана айтты: «Жеңеше, ағам сіздің қадіріңізді біле бермейді». Бұл сөз жүрегімді тіксіндіріп жіберді. «Ондай сөз айтпа», дедім. Ол басын төмен салды. «Кешіріңіз, тек шындықты айтқым келді». Сол түні мен ұзақ ұйықтай алмадым. Күйеуіммен телефонмен сөйлестім. Ол шаршаңқы еді. «Сен жақсысың ба?» деді. «Иә», дедім, бірақ даусым дірілдеп шықты. Өзімді кінәлі сезіндім. Ештеңе істемесем де ойым үшін ұялдым. Ал ой кейде өзімізге бағынбайды екен. Бір күні қатты ауырып қалдым. Қызуым көтерілді. Қайным дәріханадан дәрі алып келді. Су берді. Үстіме көрпе жапты. «Сізге ешкім қарамай қалмасын дедім», деді ол. Сол сәтте оның көз қарасы ұнай қоймады. Бірақ менің жүрегім қатты соғып кетті. Мен көзімді оның көзінен алдым да: «Жетеді, бұл дұрыс емес», дедім қатты дауыспен. Ол үндемей шығып кетті. Сол түні өз-өзіме сұрақ қойдым: егер дәл қазір тоқтатпасам, ертең не болады? Мен таңертең батыл шешім қабылдадым. Қайнымды шақырып алып, анық айттым: «Сен менің күйеуімнің бауырысың. Мен сенің жеңгеңмін. Бұл үйде ешқашан артық қадам болмауы керек». Ол көзін төмен салды. Мен түсіндім. «Кешіріңіз», деді. Сол күннен бастап ол үйге келмейтін болды. 3 ай өтті. Күйеуім оралды. Оны вокзалдан қарсы алдым.
құшақтадым. Сол сәтте бір ауыр жүк жүрегімнен түскендей болды. Мен оған бәрін айтпадым, бірақ бір нәрсені анық түсіндім. Адалдық тек әрекет емес, ойды да бақылау. Үнсіздік кейде ең қауіпті қателік. Егер құрметті тыңдарман, менің әңгімем сіздерге ұнаған болса, лайк, комментарий қалдыра отырыңыздар. Бұл мен үшін аса маңызды.